Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Көптен бері рецепт түсірмеген болатынмын. Мінекей сіздерге бүгін арнайлап дәмі тіл еретін, өте керемет болып шығатын құймақтың рецебін көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Керек заттардың мөлшерін описание бөліміне қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды кең ыдысқа жарып аламыз. Құймағыңыз дәмді әдемі болғанын қаласаңыз, жұмыртқаны көп пайдаланғаныңыз дұрыс. Мен қолдың жұмыртқасын пайдаланып жатырмын. Бір араластырып алғаннан кейін үстіне қантымызды бөліп саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Мінекей кішкене қантымызды ертіп алдық. Енді үстіне сұйық майымызды құйдық. Жақсылап тағы да араластырып жатырмын. Сүтімізді бірден құйып жібереміз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді жақсылап толықтай бір келкі болғанша араластырып аламыз. Енді ұнды салатын боламыз. Мінекей шай кесемен 1,5 кесе ұн қостым. Ұнды еліктен өткізбейміз, осылай толықтай салып жіберсеңіз болады. Араластырып аламыз барлығын жақсылап. Бір келкі болғанша ішінде түйір қалмайтындай етіп, толықтай араластырып аламыз. Қатты сұйық болып жатса, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Мінекей көлемі, түрі осындай болып шығады. Енді табамызды қыздырамыз. Қызып тұрған табаға майымызды жағып аламыз. Үстіне бір ожауымызды қатты толтырмай құйып шығамыз. Егер табаңыз қатты қызып тұрса, мінекей осындай құймақтарыңызда тесік пайда болады. Егер табаңыз қатты қызбаса, мінекей осындай бір тегіс болады. Оғанда мән бергендеріңіз дұрыс. Мінекей екінші бетін аударамыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез піседі. Барлығын дәл осылай пісіріп аласыздар. Және де құймақты құятын кезде сәл кішкене араластырып отырып құйғандарыңыз дұрыс. Себебі құймағыңыз, рецебіңіз қоюланып қалады. Дәл осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Және де мен бірін үстіне бірін қоймаймын, дәл осылай суытып аламын. Өте керемет, әдемі болып шығады. Дәл осы рецеппен жасауға кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл менің әжемнің рецебі. Құймақ аты айтып тұрғандай, яғни жұмыртқасы көп болу керек. Көп рецептерде, яғни жұмыртқаны аз салады, 2-3 жұмыртқадан жасап жатады. Бірақ құймақтың дәмі өте әдемі болып шықпайды. Сіз дәл осылай жұмыртқасын көп қылып салып, жасап көрсеңіз, міндетті түрде ылғи осылай жасайтын боласыз. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп, әдемілеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Және де мен айта кететінім, құймаққа жұмыртқаны аз қосқандағы түрі, және де жұмыртқаны көп қосқандағы құймақтың түрін осылай түсіріп алған болатынмын. Мінекей жұмыртқасына өте көп қосылған, 10 жұмыртқаға жасалған. Мінекей түрі әдемі болып көрініп тұр. Дәмі енді тіл ереді. Мына жұмыртқасы аз қосылған. Екеуінің айырмашылығы бар. Дәмі жағынан да, түрінде көріп тұрсыздар өздеріңіз. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.